Мына ұлтаралық қақтығыс, ұлтаралық дау болғанда мен әрине өз қазағымды қолдаймын және қорғаймын. Қазақтікі дұрыс па, бұрыс па, ол екінші мәселе. Әрине қазақтікі дұрыс болмаса, оны да біз мойындауымыз керек. Бірақ мен өмірімде ондайды кездеспеппін. Қазақ өзі бірінші барып біреуге тыныш жатқан басқа ұлттың өкілдерін тиіскенін көрген емеспін және естімеппін ондайды. Қазақ өзі енді көп айтамыз, момын халық деп. Расында да солай ғой. Өзі ешқашан бірінші бастамайды. Өз арамызда енді қазаққа әрине момыншылығын көрсетпейді. Қазақ пен қазақ төбелесіп жатады. Бірақ басқа ұлттың өкілдерімен қақтығыс болса, қазақ бірінші бастамайды. Сондықтан біріншіден біз қазақ болғасын өз ұлтымызды қорғауымыз керек. Біреудің сөзіне легіп кетпей, мүмкін қазақтікі дұрыс емес шығар деп, ешқандай мүмкін деген сөз бұл жерде қолданбауымыз керек. Мына қордайда болған мәселе әрине әртүрлі себептері болуы мүмкін ұлтаралық қақтығысқа. Талай пікір көзқарастарды естіп жатырмын. Әрине біреулер былай дейді, мүмкін ол жердегі мына сол жергілікті қазақ ірі латифундистер, қалталы бай қазақ мына доңғандардың жеріне қызығып, олардың жері аз емес, мына көкөніс, егін астына алып алған мыңдаған гектар жер доңғандар меншікті қылып алған, әртүрлі фермерлік қожайындық қып. Соған қызығып, сол жергілікті бай қазақтар осы жастарды қайрап қойып, үгіттеп жіберген шығар, сол жерін алып алу үшін деп. Екіншілері басқалар айтады, ол мүмкін Қырғызстаннан Қазақстан арқылы Қазақстанға кіріп жатқан және транзит жүктер тасымалы жолы, контрабанда, мүмкін соған қызығып, біздің қалталы бай қазақтар осы салада істеп жүрген доңғандарды осы саладан алып тастауға жастарды үгіттеп қайрап жіберген шығар дейді. Сол доңғандардан алып алу үшін осы кәсіпті. Енді бұл контрабанда, жүк тасымалы, Қытай, Қырғызстан арқылы Қазақстанға кіргізетін, Қазақстан арқылы транзитпен әрі қарай жүретін жүктер, ол да бәленбай ақша, миллиардтаған доллар. Ол да мүмкін. Үшіншілер айтады, мүмкін бұның артында бір басқа мемлекет тұрған шығар дейді. Не Ресей, не Қытай. Біреулер айтады, тіпті Американы қосып қояды. Қазақстандағы бейбіт тұрып жатқан ұлт арасына іріткі салып, бір-біріне салып қою, қақтығысқа шейін апарып, Қазақстан деңгейін абыройын түсіру деген. Ол да мүмкін. Төртіншілер айтады, жоқ, ешқандай болған жоқ, ондай ешқандай үшінші күш жоқ, араласпаған. Ол тек қана мына доңғандар мен қазақтың арасында өз бетімен шыққан қақтығыс, жаңағы үлкен 80-дегі кісіні сабап кеткесін қазақтар барып жиналып, сол қопарып ұстаған деп доңғандарды. Олай да болуы мүмкін. Мен енді сарапшы емеспін, нақты фактілерім жоқ. Осы төрт версияның біреуіне де келіп тоқтай алмаймын. Я осындай деп, және оны сізге айта алмаймын, мен осылай болды деп. Бірақ мен білетінім, қазақ жайдан жай көтерілмейтін еді. Мен бірінші екі-үш версияға онша сене қоймаймын. Жергілікті қалталы қазақтар жастарды салып қойды. Жаңағы доңғандардың жерін алып алу үшін, немесе доңғандардың базар жүк тасымалы бизнесіне кіріп, соны алып алу үшін Алматы, Барахолка, сол жердің доңғандарды сол жерден алып тастау үшін деген версияларға онша сенбеймін.
менің сеніп тұрған екі версия, оны расында да үшінші күш, ол басқа мемлекет осыған кірісіп, арандатушылық жұмыс атқарып, өз провокаторларын жіберіп, мына біздің қазақ әскерін, қазақ полициясын, қазақ ұлттық қауіпсіздік комитетін сынау. Олай болса, ол онда менің ойымша тек қана мына солтүстік көршіміз Ресей, мына өзі Ресеймен шекаралас облыс аумақтарда оны істемей, қазақтың ішінде, қазақ-қырғыз шекарасында осындай қақтығысқа апару, жаңа біздің қарулы күштерімізді сынау үшін, билігімізді сынау үшін, доңғандарды салып қойған, қазақтармен төбелес ашқызып, мүмкін ол. Жаңа ғана Помпео келіп кетті, қаншама 2 жылдан астам бізде Қытайға қарсы үгіт насихат жасап, олар оны кәдімгі үлкен компания қылып істеді. Қазақ мемлекеті мен Қытай мемлекетінің арасын суытып, экономика қарым-қатынас бәрін тоқтату үшін, технологиялық Қытай заводтарын бәрін қазақ жеріне келтірмеу үшін, оның артында тұрған Ресей, соңына осы Қордайда болған қақтығыс, сол саясаттың жалғасы болуы әбден мүмкін. Өйткені мына орыс тілді біздің бүкіл бақ, қайсысын алсаң да Тенгриньюс, Закон KZ, басқалары, және орыс тілді біздің танымалы журналист, режиссер, бүкіл мына орыс тілді зиялы қауым, орыс тілді блогер, орыс тілді көпшілік әлеуметтік желіде жиналған, сол бәрі қазір бір ауыздан сөйлегендей болып, қазаққа қарсы шығып, қазақты кінәлап, доңғандарды ақтап шығу саясатын жүргізіп жатыр. Олардың бәрін оқысан, қазақ бәлеқор өзі бастаған, Ресей газеттерін оқысан, біздің өте KZ деген жамылып алған аттарын газеттерді оқысан, жаңағы айтқаны орыс тілді блогер, зиялы қауым, оларды оқысан, бәрі айтып отқаны бір. Қазақтар өздері бастады, бейбіт тыныш жатқан доңғандарды апарып қырып тастады, үйлерін өртеп, дүние мүліктерін жағып. Сол Ресей болу әбден мүмкін, мен оған сенем. Ресейден шығады. Осындай лаңкестік актілерді олар бізде ғана емес, басқа жерлерде де көп істеген. Жаңа шекаралас біздің Қырғызстанның өзінде Ош аумағында қырғыз бен өзбек қақтығысы болғанда да оны бастап берген Ресей тұғын. Оған бейне дәлелдер бар тұғын. Оны іздесеңіз табасыз. Допрос российского офицера в Оши деп сондай іздемелі сөздермен Google, YouTube-тан іздесеңіз сілтемелер шығады. Бізде де солай болуы мүмкін. Олар енді өздері алиби жасау үшін шекарада істемеген, орыс пен қазақтың арасында істемеген, доңғандармен істеген. Өйткені доңғандар Қытай тілді, жалпы мына қазір Қытайға қарсы кампанияны жүргізіп отқасын, сол доңғандар мен Қытайды теңдестіріп, міне тілдері бір, және андай месседж жіберіп, міне олар мүмкін доңған емес, мүмкін ол Қытайлар шығар деп, өз Ресей агенттері арқылы сондай көзқарас енгізу мына біздің қазақтың қоғамына. Бетімізді сонымен әбден Қытайдан бұрып тастау. Оған қосылады Қытайдағы концлагерь 5 миллион қазақ отырған, 55 завод кесе 55 миллион Қытай келеді, ойбай деген, жерімізді Қытайға сатып біткен, ойбай деген. Ол бәрі енді көбінесе құлпыртып, көбейтіп істелінген заттар ғой, әңгімелер. Ресейдің провокациялары.
Ресейдің саясаты ол мына қазақты Ресейге қайттан қосып алу. Оны қосып алу үшін бірінші мына арамызға іріткі салып, тәуелсіздігімізді, билігімізді, қоғамды арамыздағы мына ауызбіршілігін бәрін төмендетіп, әбден кемсітіп, жоққа шығарып, әлсіретіп, соның арқасында сосын осы жерге кіріп алу. Және сынақ. Біздің әскери күштеріміз, полиция, ұлттық қауіпсіздік комитет, жалпы әкімшілік, жалпы билік өз арасында байланысы қандай екен, осындай төтенше жағдайда реакциямыз қандай болады, қанша сағатта мобилизация болады, қанша сағатта әскери күштер, қарулы күштер сол жерге келеді, дислокация орындарынан полиция күштері неше сағатта жетеді деген, оларға ол әскери сынақ. Мен осы версияға келіп отырмын. Төртінші, ол ешкім араласқан жоқ, қосылған жоқ болған. Бұл өз аяқ астынан шыққан дағдарыс, қазақ пен жергілікті доңғандармен арасындағы мына бәленбай жылдан созылып келе жатқан, кеңес одағының кезінен келе жатқан мына осы жер, су мәселесі, тіл мәселесі, мәдени және дін мәселесі. Мына жаңағы масаншы, Қордайдың доңғандары көбінесе қазір таблиғи жамағат деген деструктивті дін секциясына айналған секта. Ол бізде заңсыз, бізде ғана емес, Өзбекстан, Тәжікстан, Қазақстанда ол экстремистік деп сотпен белгіленген жаңағы таблиғи жамағат. Қырғызстанда ешқандай оларға қудалау көрсетпейді, олар заңды. Жаңағы таблиғи жамағат деген жалпы шыққан жері Үндістан, бірақ Үндістан мен Пакистан бөлініп кеткесін, қазір олар Пакистанда офистары, штаб-квартирасы. Сосын Бангладеш, оңтүстік шығыс Азияда көп тараған жаңағы таблиғи жамағат. Біздегі мұсылман доңған көбісі сол таблиғи жамағат сектаның мүшесі болып жүр. Олар біз саясаттан алыспыз, ешқандай билікке таласпаймыз деп айтады, бірақ жалпы ол терроризмге жақын ұйым, расында да деструктивті, және қазақ тәуелсіздік мемлекетіне олар қарсы. Олардан сұрасаң, сен тәуелсіз Қазақстан қолдайсың ба десең, нақты жауап бермейді олар, таблиғи жамағаттың өкілдері. Олар бастайды, біз билік осындай саяси жағдайларға араласпаймыз деп. Мен олардан сұраймын, жоқ, сен тоқташы, алысқа кетпеші, міне, нақты сұрақ саған, нақты жауап бер. Сен тәуелсіз Қазақстанды қолдайсың ба дегенде қайттан бастайды, айтпайды. Я қолдаймын, не қолдамаймын деп айтпайды, өзінікін жалғастыра береді, біз саясатпен айналыспаймыз деп. Бұл саясат емес. Сен Қазақстанда тұрып жатсаң, сен не қолдауың керексің, не қолдамайсың. Саясатқа қандай қатынасы бар бұл сұрақтың? Бұл сұраққа, қысқа, нақты сұраққа сондай қысқа, нақты жауап болу керек. Ондай жауап бермейді. Жаңағы таблиғи жамағат өздері киімдері ерекше, сақалы жіберген, мұрттары жоқ, ауғандық пуштундардың киімін киеді көбінесе, қысқа шалбар, үстінен андай көйлек, үстінен жилетке. Енді бізде дін мәселесі де өткір болып тұр. Бізде қазір бір тайпа мұсылман пайда болды. Қазақ емес, ұлты қазақ болса да, ұлты доңған болса да, ұлты ұйғыр болса да, ұлттық белгілері жоқ.
біз жоқ, біз ұлт емеспіз, біз мұсылманбыз, асабия ол харам деп. Асабия ол ұлтшылдық арабша. Мұсылман ұлтшыл болмау керек деп пайғамбардың саллаллаху ассалам сөзін келтіреді. Ұлтшылдық харам екен, жаңағы асабия деп. Бірақ олар дұрыс талқыламайды ау деймін. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху ассалам асабия деп ұлтшылдықты айтпаған, ол шовинистікті айтқан. Қазақ шовинист ешқашан болмаған. Қазақта шовинистік көзқарас жоқ. Бірақ ұлтшылдық болу керек. Ұлтшылдық, ұлт біріншіден болу керек. Сен мұсылмансың ба? Ол сен ұлттық сезімін, сана сезімі, ұлттық намысыңмен ешқалай қайшыласпайды. Мысалы, жау шапса, отанды қорғасын, ол не, харам ба? Соң мына араб құл тайпасы пайда болды. Орыс құлдар бар, орысша сөйлеп, орыс әлеміне, орыс мәдениетіне сынып кеткен. Қазақ болса да көзқарасы, ой пікірі, ұйықтағандардың көретін түсі бәрі орысша. Мәдени қоры, сөздік қоры бәрі орысша. Және араб құлдық. Олар да қазақ болса да мәдени қоры, сөзі, көретін түсі араб тілде. Біздің батырларымызды, біздің ұлт көсем тұлғаларымызды айтпайды, сахабаларды айтып отырады. Арабиядағы ұлттық сезім, ұлттық намысын әбден жоғалтқан араб құлдар. Сол бізде құлдық сана сезім қазір екі түрі бар, орыс құлдық, араб құлдық. Олар маған ренжімесін, араб құлдық. Сен кәпірсің, дінге қарсы шығасың деп. Жоқ, мен мұсылманмын. Мұсылманмын. Бірақ мен мұсылман болғасын, мен өз қазақтығымды ұмытпауым керек. Мен қазақпын. Мұсылман болсам да мен қазақпын. Мен қазақтың мұсылманымын. Мен қазақтығымды ешқашан ұмытпаймын. Сол енді мына Қордайдағы ұлтаралық қақтығыс. Бұны әрине жаңағы 4 себепті айттым, неден шығуы мүмкін деп версиялар. Жалпы кінә әрине біздің билікте, орыс құлдық билік. Әбден орыстанып кеткен біздің билігіміз. Бұрынғы отаршылық заманнан құлдық сана сезімінен айырылмаған. Жалтақтап басқа ұлттың өкілдеріне қарап отырады, солардың аузына. Қазаққа онша мән бермейді. Өз қазақ екенінен ұялатын билікте отырған біздің шенділеріміз бар, еркегі бар, әйелі бар, ханшайым. Әбден орыс болып, сол орыстарды күтіп отырған, сол орыс әлемін. Олар өйткені өздері орыс тілді. Олар мына көбейіп келатқан қазақ оларға дискомфорт әкеледі. Олар біледі, қазақ көбейгесін, қазақ тілі әбден дамып осы жан-жаққа меңгеріп тарағасын, олар шенсіз қалады, орынсыз қалады, жұмыссыз қалады деп сескенеді. Олар өздері қазақ болса да, өз халық қазағынан қаймығады. Оларға орыс жақын қазақтан гөрі. Бет әлпеті қазақ болса да, аты жөні қазақ болса да, іш құрылысы, сана сезімі бөтен бізге. Жаңағы Ермак Тұрсынов сияқты көп бізді зиялы, өзі біз патриотпыз деп жүреді, әртүрлі әдемі сөздер жазып. Бірақ бәрі орысша, жаңа Әблязов және тағы да басқалар. Осы жерде жүрген оппозиция ғана емес, басқалары орыс тілді зиялы қауым жалпы. Орыс тілі білім алған, Мәскеуде оқып келген, қалталысы, кедейі, тілші, журналист, жазушы, бәрі сол. Әйтеуір орыс тілді, олар да бізде қазір 5-ші колонна болып отыр, Қордайдағы қақтығыс соны көрсетті. Олар бізге сырттан жау шапса, ертең арқамыздан оқ атады бізге. Біз майданда жүргенде, мыналар артымыздан оқ атады бізге. Сатылып кетеді.
19 ғасырда ол басымыздан өтті ғой, қазақ ресей отаршылық саясатын өткізіп отқанда, қазақ жерін басып алғанда 19 ғасырда әскери күшпен қаншама қазақ, ішіндегі белсенді текті қазақ, төре, хан сұлтандардың тұқымы осыларға сатылып кетті. Болыс боп, подполковник боп, Абайдың әкесі және басқалары. Кенесары хан сарбаздармен орыс әскермен шайқасып жатқанда, басқа қазақ осыларға қызмет етіп, патшаның погондарын тағып, сөйтіп қазақты бізді орыстың астына салып берген. Қазірде мына зиялы қауым тура сондай, бізді орыс тілді зиялы қауым бізге қауіп төндіріп отырған солар. Басқа ұлттың өкілдері емес, басқа ұлттың өкілдері олармен белгілі ғой. Олар олсыз-ақ белгілі, олар бізге қарсы шығады, олар бүгін бейбіт өмірде бізді қолдамайды, тілімізді білмейді, білгісі келмейді, қаншама сепаратист тола. Өзіміздің қазақ, орыс тілді қазақ. Ертең қарсы бізге шығатын солар болып тұр. Жаңағы басқа ұлттың сепаратистік ұйымдардың серіктестері болып жүрген осы біздің орыс тілді қазақ. Соңғы ұлтаралық қордайдағы қақтығыс оны анық көрсетіп отыр. Бүкіл кезінде Кеңес одағында коммунистік, партхоз, номенклатураның тұқымы бәрі бізге қарсы. Тәуелсіздігімізге, егемендігімізге бәріне қарсы олар. Жыл сайын 16 желтоқсанда үкіметтен, биліктен медаль, орден алып, алғыс хат алып отырса да, оны тағып алып жүреді, мақтанып. Бірақ соғыс болса, олар бірінші сатылып кетеді. Оны осы соңғы жағдай көрсетіп отыр. Жаңа таңертең сағат 5-те мен Қордайға шығып жете алмадым. Қайтарып жіберді, кіргізбеді, журналистік куәлігін жоқ, редакциядан берген тапсырман жоқ деп, облыста төтенше жағдай деп мен құжатымды тексеріп, постта кіргізбеді. Біраз сөзді жүріп, басқа амал қалмады, Алматыға оралдым. Енді төтенше жағдай біткесін, одан кейін ғана кіре алады екенбіз. Қазір тек қана журналистерді кіргізеді. Және жергілікті тұрғындарды сол аумақта тұратын, және мен мүмкін бір тізімдерінде бар шығарым, мүмкін емес, білем, бір тізімде бар екенмін. Маған аса көңіл бөлді бағана, менімен 2 сағаттай әңгіме соқты жаңағы құзырлы органдардың қызметкерлері. Жағдай солай. Енді мына төтенше жағдай біткесін бәрі барармыз. Қазір енді көмек тигізу іс басталады, тергеу басталады. Әйтеуір қамауға алған 47 адам оларды енді жіберіпті. Бірақ 10 адам қаза тапқасын бәрі қылмыстық істі тоқтатпайды. Тергеу бәрі болады. Қамалға алынатын қазақтарға біз көмек көрсетуіміз керек. Заңгерлік, адвокаттық қорғау, олардың құқығы бұзылмау үшін, олардың үстінен бәле жауып, соларды кінәлі қылып шықпау үшін, тек қана қазақты кінәламас үшін. Өйткені бұл ұлтаралық конфликт, тек қана қазақты кінәлауға болмайды. Біріншіден дуңғандардан бастауымыз керек. Ол бастаған өздері. Жанайын деп тұрған жерге сіріңкені жағып, әкеген, лапылдатқан, от қылып дуңғандардың өзі. Біз қазақ болып қазақтарды кінәламайық, қазақ бастады деп. Жоқ, қазақ жауап берді. Әрине, ол
бәленбай адам қаза тапты, дүние мүлікке зиян келді, талай адам зақым алды. Ол бәрі әрине бар, бірақ қазақтың істеген ісі зұлымдық болса да, ол жауап ретінде істелінген. Қазақ бірінші бастамаған. Біз осыны біліп, түсініп отырайық. Өз қазақ боп, өз қазағымызға жабылбай.